қара, Алла тағала біз өмірге келгенде определенный бір энергия берген да. Қарасаңыз, мысалы, ол 30-40 жасқа келгенде азайып, 50 жасқа келгенде одан да азайып, сөйтіп азаятшы. И мына энергия бар ғой, бізге өмір сүруге берілген энергия. Осы энергия ол сарқылмалы. Уақыт ол да сарқылмалы. Түсінесіз бе? Сонда енді уақытты, энергияны Алла тағала бізге тәнді, рухты бәрін берді ғой. Аллах берді. Енді тура осы нәрсені біз басқа бір нәрселерге сарқып тастаймыз. Жаңа достарымызға, балаларымызға, күйеуімізге, нәпсі ғана тоятын нәрселерге сарқып тастаймыз. Сонда мен барып подругаммен күшті болып шай ішіп, әңгіме айтып қайтсам, как будто мына жерім тынышталған сияқты, бір тыныштық тапқан сияқты болам. Но бірақ та бұл жерде нәпсі тыныштық табады, ал мына кеуде уақытша ғана эффект алады, как будто бір жаңағы наркоман адам өзінің дозасын алған кезде ана тынышталып қалады ғой, мына жер тура сондай сияқты эффект алады. Бірақ та ол шындығында бұл жердегі пазл бар ғой, бүйтіп тық етіп орнына отырған жоқ. Енді ол қалай орнына отырады деген кезде, адам өзінің рухымен жұмыс істеген кезде ғана ол мына жер шынымен де тыныштық табады. Судур дейді бұл жерді, дінімізде судур деп айтады. Судур яғни кеуде тұсың, жүрекке жақын кеуде тұсың. И байқасаңыз, бізде эмоциялар келген кезде біз постоянно осы жақпен больно мына жерде болады да. Өйткені біз постоянно эмоция үшін, нәпсі үшін өмір сүреміз да. Ал біздің рухымыз, который Алланың алдына баратын рухымызға біз ештеңке бермейміз. Түсініп тұрсыз ба? И қанша жыл өтіп жатыр, и адамдар нәпсісінде ақша ол анандай терять ететін нәрсе ғой. Мен ақшаны қиналып тауып жатырмын деген сізде мына установка тұрса, сол установка, түсініп жатсыз ба? Сол установка сіздің рухыңызға жол ашатын білімдерге постоянно блок қояды. Түсініп тұрсыз ба? Сонда мына тұрған ақшаға қатысты, ақша бірінші орында тұр, материя, рух емес. Сондықтан өмірдің мәні не деген кезде, мен өмірдің мәні не екені реальностында білмеймін дейді. Өйткені Алла тағала адамды солай жаратқан, сіз өмір сүрген сайын мына нәрсенің бәрі мәнін жоғалта береді. Былтыр сіз күшті деп санаған нәрсе биыл уже күшті емес. Понимаете? 3 жыл алдын күшті деп ойнаған нәрсе биыл күшті емес уже. И сен отырасында выгорание болады, сен тупикқа келіп, ступорға келіп тіреліп қаласың. Ступорға келіп тірелдің, а дальше что? Я же не умерла. А дальше что? Осындай менде депрессиялар, білесіз ба, 25 жастан кейін өте көп болды. Каждый 2 жыл сайын осындай депрессияға түсіп кете беретін болдым. А дальше что деген? Хорошо, я купила дом. А дальше что? Хорошо, мен машина алдым, а дальше что? Мақсат біткен кезде менде выгорание басталатын. Понимаете? Өйткені үлкен мән жоқ. Рух үшін, Аллах үшін өмір сүріп жатқан жоқпын. Мен түсінбей жатырмын оны. Түсіндірсіз ба? Біз енді, значит, оған қалай не істейміз? Егер сіз дайын болсаңыз, оған әрине терапия арқылы, сіздің миыңызды өзгерту арқылы, мына жерде қысып жатқан жаңағы бар ғой, осыны жұлып алып тастап, орнына тыныштықты әкелу арқылы сіздің өміріңізге мән кіргіземіз. Түсініп тұрсыз ба? Қандай сұрақ